сәлемен құрметті YouTube көрермендерім, мен сіздерге бүгін осындай керемет банан печеньесін рецептімен бөліскелі отырмын. Ең алдымен қажет заттардың барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Ұнға сары майымызды салып, кішкене ғана тұз салып, жұмсақ қамыр илеуіміз қажет. Және де осы банан түсін келтіру үшін арнайы куркума деген бояғыш затты саламыз. Және қамырымыз жақсы көтерілу үшін қамыр қопсытқышын саламыз, яғни разрыхлитель. Рецептін описание бөліміне міндетті түрде қалдырып қоямын. Куркуманы негізінде өзбек халқы көбінде палау басқан кезде соған қолданады. Және куркуманы кондитерлік өнімдерде осылай қолдануға болады, бірақ мөлшерден тыс көп қолданбау керек. Себебі ол кондитерлік өнімнің, яғни қамырдың дәмін бұзып жібереді, қышқылтым болып кетеді. Сондықтан да бір қасықтан артық қолдануға болмайды. Және де куркуманы ет өнімдеріне, ет тағамдарына да қолдануға болады. Ал енді бананның түсін келтіріп қамырды осылай жасап алған соң, кішкене 15-20 минут тұндырып қойып, қажетті бөліктерге бөліп аламыз. 12 не болмаса 14-ке. Ал енді осы бананның ортасынан салмасын дайындаймыз. Сүзбемізге кішкене жұмыртқамызды, ванилинімізді және де қаймағымызды барлығын салып, біріктіріп тұру үшін, яғни ортасындағы сүзбеміз ағып кетпес үшін осылай шамалы ұн қосып аламыз. Негізінде басында осындай сұйықтау болады. Бірақ осы бананды жасаған кезде ортасындағы салмасы піскеннен соң ағып кетпей, өз формасын жақсы ұстап тұрады. Өте дәмді, тіске басар, балаларға жасап берсеңіздер болады. Бір жегенде ұнайды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және нәтижесімен комментарий бөліміне бөлісулеріңізді сұраймын. Және де банан печеньеміз біздің шынымен де бананның дәмін беріп, өте дәмді бола түсу үшін ортасына осылай қалауларыңызша банан салып жіберсеңіздер де болады. Бананды езіп те болмаса осылай бүтін күйінде салсаңыздар болады. Бананның формасын осылай жақсылап келтіріп аламыз. Ішіндегі салмасы ағып кетпес үшін міндетті түрде жақсылап қысып, осындай форманы жасап шығарамыз. Содан кейін барып, бананымыз шынайы көріну үшін жиектердің барлығына какао жағып шығамыз. Егер қаласаңыздар, кондитерлік сары түсті бояғыш қоссаңыздар да болады. Ол міндетті емес, бірақ та бұл банандарымыз біздің дәмі кәдімгідей табиғи болу үшін осылай куркумамен жасаған дұрыс болады. Қараңыздар, банандар піскеннен кейін шамалы осындай формаға келеді. Және ортасындағы сүзбеміз, сұйық болып тұрған сүзбеміз осылай қатайып шығады. Ыстықта жеген өте дәмді, керемет. Сіздерге де ас болсын, жасап көріңіздер. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар.